Саламатсыздар ма, әріптестер, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге рандом групп генератор туралы айтқым келіп тұр. Бұл программа арқылы сіздер сыныптағы оқушыларыңызды немесе топта әріптестермен жұмыс жасаған кезде топқа бөлуге арналған программа. Осыны іздеу жолағына жазасыздар. Google болмасын, Яндекске іздеу жолағына жазасыздар. Осылай мынау бірінші шыққанды басасыздар. Анда сіздерге мынандай болып ашылады. Бұл жерде ағылшынша тұр ғой, сол үшін мына мышқаның оң жағын басып, перевести на русский дегенді басасыздар. Сіздерге орысша ауысты, мінекей. Енді бұл жерге сыныптың аты жөнін жазасыздар, мына жерге толық, мына жерге неше топқа бөлесіз, соны қоясыз. Сосын барып создать группы деген басасыз. Қазір мен мына жерге тізімді алдын ала дайындап қойдым. Мына жерге копировать етіп, мына жерге қойдым. Енді қараңыздар, мен бұларды 6 топқа бөлгім келіп тұр. Создать группы деп басам. Мінекей, қазір маған бірінші топта мына мұғалімдер, екінші топ, үшінші топ, 4, 5, 6 топты бөліп берді. Осылай сізді сабағыңызда пайдалансаңыз болады, топтық жұмыстарда. Сосын топтарға байланысты мысалға түстер беріп қойсаңыз болады, қызыл, жасыл деген сияқты. Кез келген мақсатта топтық аттестацияларды бөлуге осы жақсы көмектеседі, осы генератор. Пайдаланыңыздар, сіздерге пайдалы болса, лүпіл басылуларыңызды сұраймын. Рахмет, сау болыңыздар.